Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оп-оңай дайындалатын сүзбелі рулеттің жасалу жолын көрсетемін, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен рулеттің ішкі салмасын дайындаймыз. Оған бізге сүзбе қажет болады. Одан кейін оның үстіне бір жұмыртқа қосамыз, және де 3 ас қасық қантты саламыз. Және де 50 мл сүт құйып, осы салынған массаның барлығын біріктіреміз. Оны блендердің көмегімен, не болмаса блендер болмаса шанышқының көмегімен араластырамыз. Рулет өте жеңіл дайындалады. Сіздер де видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік рулеттің салмасы дайын болады. Оны табаға пергамент қағазын салып, оның үстіне құйып жайып шығамыз. Қасықтың не болмаса күрекшенің көмегімен тегістеп жайып шығамыз. Және де осы салмасын 170 градуста 25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Енді рулеттің сыртқы қабатын дайындайық. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. Одан соң 2 ас қасық қант саламыз. Және де қант пен жұмыртқаны біркелкі болғанға дейін шанышқының көмегімен араластырамыз. Және де 3 ас қасық ұнды, қопсытқышты, какаоны қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Және де достар, міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Менің каналымда әртүрлі тәттілердің, тіске басарлардың, ыстық тағамдардың жасалу жолын көре аласыздар. 25 минут өткеннен кейін рулеттің салмасын пештен шығарып, сыртқы қабатын видеода көрсетілгендей етіп, аз-аздан әрбір жеріне құйып, жағып шығамыз. Осы жерде рулеттің сыртқы қабатын тез жағып шығу керек, себебі салмасы ыссы болғандықтан жағу ыңғайсыздау болып кетеді ұзақ тұрған жағдайда. Рулеттің сыртқы қабатын құйғаннан кейін пеште тағы да 170-180 градус көлемінде 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Одан соң пісіп шыққаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп, рулетті екінші басқа бір пергамент қағазына осылай аударып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығын ақырындап осылай ыссы күйінде рулетімізді ораймыз. Рулеттің ішкі жағына өзіңіз қалауыңызша кез келген жеміс-жидектер салсаңыздар да болады. Рулет кішкене суығанға дейін осылай пергамент қағазымен формасын жақсы ұстау үшін орап қоямыз. Және де суығаннан кейін тоңазытқышқа салып аламыз. Рулеттің беткі жағын өзіңіз қалауыңызша безендірсеңіз болады. Мен ерітілген шоколадтың көмегімен әдеміледім. Рулет өте әдемі, ерекше дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, және де міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады. Сіздермен бірге болған мен, Айгүл Жасан, назарларыңызға рахмет.